Кімнің дұғасы қабыл? Бірінші хадисте бір мұсылманға сырттай дұға етуші мұсылманның дұғасы қабыл. Бірер мұсылман екінші мұсылман бауырына сырттай дұға етсе, періштелер оған, сол нәрсе сағанда болсын дейді. Әбу Дардадан, Алла разы болсын оған, имам Мүслім риуаят еткен. Екінші хадисте әулиелер мен ізгі адамдардың, ата-анасына дұға етуші ізгі ұрпақтың дұғасы қабыл. Расында, Алла тағала ізгі ұрпақтың дұғасымен пенденің дәрежесін көтереді. Сонда пенде, бұл ненің себебінен деп сұрайды. Алла тағала сенің әулеттеріңнің дұғасы себепті деп жауап береді. Әбу Хурайрадан, Алла разы болсын оған, имам Әл-Базар жеткізген. Үшінші хадисте пайғамбарымыз Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алланың елшісі дұғаның қайсысы өтімдірек, яғни, қандай дұғаның қабыл болуы ықтимал делінгенде, ол, түннің соңғы бөлігі мен парыз намаздың соңындағы дұға деп жауап берді. Әбу Умамадан, Алла разы болсын оған, Байхақи жеткізген. Төртінші хадисте қари әмин дегенде сендер де әмин деңдер, себебі періштелер де әмин деп тұрады. Кімнің әмин дегені періштелердің әмин дегенімен сәйкес келсе, оның өткен күнәлері кешіріледі. Әбу Хурайрадан, Алла разы болсын оған, имам Әл-Бухари жеткізген. Каналға жазылып бізді қолдап кетіңіздер.